Сәлем балалар, қайырлы күн, көңіл-күйлерің қалай? Бүгін мен сендермен осы жапалақты қалай жасалу керек екенін сабақта үйрететін боламын. Өте оңай жасалады. Ол үшін бізге қажетті зат тек қана ермек саз қажет болады. Ең алдымен өздеріңнің алдыларыңда тұрған ермек саздан қалаған түстеріңді алыңдар. Алайда бірақ олар қара түсте, ақ түсте болмағаны дұрыс. Себебі біз олардан қазір жапалақтың көзін жасайтын боламыз. Өздеріңе қалаған түсті алып, дөңгелектеңдер. Кейін дөңгелектің үстінен басып, кішкене төртбұрышты қалыпқа енгізетін боламыз. Балалар, біз қазір не жасап жатырмыз? Жарайсыңдар балалар, дұрыс, біз жапалақ жасап жатырмыз. Енді біз осы кішкене ғана төртбұрышқа енген ермек сазымызды алып, бір жерге қойып қоямыз. Енді біз жапалақтың көзін жасауға кірісеміз. Осылай ақ түсті алып, екіге бөліп, оны дөңгелектейміз. Жарайсыңдар балалар. Енді біз осы жапалақтың екі көзін ең бірінші жасап алған ермек сазымыздың жоғарғы жағына қарай орналастырамыз. Енді біз жапалақтың екі құлағын жасайтын боламыз. Ол үшін тағы да бір түсті алып, осылай дөңгелектеп, кішкене мүйіз тәрізді ұқсатамыз. Енді біз осы жапалақтың құлағын кішкене көздің жоғарғы жағына орналастыратын боламыз. Балалар, біз не жасап жатырмыз? Жарайсыңдар балалар, сендер өте керемет жұмыс атқарудасыңдар. Енді біз жапалақтың көзінің ішіндегі қарашығын жасайтын боламыз. Ол үшін қара пластилинді аламыз, кішкене ғана екі бөлікке бөлеміз. Оны дөңгелектеп, жапалақтың көзінің ішіне қоятын боламыз, дәл ортасына қоямыз. Енді біз жапалақтың қанатын жасайтын боламыз. Жапалақтың қанатын жапалақтың құлағын жасаған түспен жасасаңдар да болады. Дөңгелектейміз, кейін қанатша жасаймыз. Дәл осылай жапалақтың екінші қанатын да жасап шығамыз. Біздің қанаттар дайын. Енді біз осыны жапалақтың екі жағына орналастырамыз. Жапалақтың мұрнын жасаймыз. Қоңыр түстен кішкене алып, оны дөңгелектейміз. Екі көздің ортасының кішкене астыңғы жағына қоямыз. Жапалақтың енді біз аяғын жасайтын боламыз. Қоңыр түсті алып, дөңгелектейміз. Үстінен кішкене басамыз. Балалар, біз жапалақтың қай жерін жасап жатырмыз? Дәл осылай жапалақтың екі аяғында жасап алдық. Енді біз осыны арнайы ермек саз кескіштің құралымен осылай видеода көрсетілгендей осы жапалақтың саусақтарын шығаратын боламыз. Бізде жапалақтың аяғы дайын. Енді біз осыны орналастырамыз. Бізде жапалақ дайын болып қалды. Енді біз жапалақтың аузын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ермек саз кескіш құрал қажет болады. Осылай мен жасағандай жасап шығыңыздар. Балалар, біздің жасаған жұмысымыз дайын. Балалар, бүгін біз сіздермен не жасадық? Жарайсыңдар балалар. Сендерге жапалақтың қай бөлігін жасаған ұнады? Өте керемет. Балалар, сендер бүгін өте керемет жұмыс атқардыңдар. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.